Антиденелер әртүрлі антигендердің, яғни ағзаға енген бактерия, вирустың әсерінен пайда болатын қанның сары суында, яғни плазмасында лимфоидты жасуша ұлпасына жататын нәруыздар. Олар қызметіне қарай екіге бөлінеді: антиген байланыстырушы, эффекторлық. Антидене қай уақытта пайда болады? Соның 3 жағдайын қарастырайық. Бірінші, жұқтыру кезінде, кез келген аурумен ауырған кезде табиғи иммунитетіміз пайда болады. Екінші жағдайда, өлген және тірі вакциналарды вакцинациялау, яғни жасанды екпені алуымыз. Үшінші жағдайда, лимфа жүйесінде әртүрлі зақымдаушы факторлардан соң жұқпалы агенттер пайда болады. Солармен күресу кезінде патологиялық тұрғыда сақталған аутоантигендер. Антиденелер иммуноглобулиндер деп аталады. ING деген таңбасымен таңбаланады. Бірнеше түрі плазмада кездесетін нәруыздардың жиынтығы. Иммуноглобулиндердің 5 типі болады. Ол валенттілікке байланысты болады. GAD 1 валентті, M түрі ол 5 валентті, ал A түрі 1, 2, 3 валентті болып келетіні мына сызбадағы нұсқалардан түсінуге болады. Бірінші тапсырма. Қан топтары АВО қан топтарының антиденелеріне жатады. Жауабы ING-M Б варианты болады. Көк бауырда, лимфа түйіндерінде, шырышты қабаттарда синтезделеді. Антидененің С варианты, яғни ол бізде ING-I. Келесі үшінші сұрақ. Ұлпалармен байланыспайды. ING-дің қай түрі болады? Бұл бізде ING-D. Келесі төртінші сұрақ. Аллергиялық реакцияларға қатыспайды. Ол ING-M. Келесі бесінші сұрақ. Гельминтоз және протозойлы ауруларда қорғаныс рөлін атқарады. Бұл ING-A болады. Келесі алтыншы сұрақ. Миеломды ауру кезінде мөлшері артады. ING-ның D варианты, яғни ING-D. Екі түрі болады: сарысулық және сөлдік. Секрециялық, мынау бізде қандағы болатын кезеңі. Жетінші сұрақтың жауабы С варианты болады. Бұл бізде ING-A-да болады. Келесі 8 сұрақта барлық антиденелердің 5-10% құрайды. Бұл бізде ING-M-ді, яғни В варианты болады. Макрофагтар мен энозофилдердің фагоцитарлық белсенділігін күшейтуге қатысады. ING-ның бұл варианты E варианты, яғни ING-E-I. Келесі 10 сұрақта токсиндерді бейтараптану реакциясына қатысады. Ол бізде ING-ның A варианты, яғни С варианты жауап болады.